Қолдың жиі ұюы тегін емес. Қолдың ұйып қалуы кім-кімге болса да таныс нәрсе. Ол көбіне адам жайсыз жатып қалғанда, киім қысқанда пайда болады. Бірақ көп уақыт өтпей өздігінен басылады. Дегенмен, кейде қол саусақтары ешқандай себепсіз де ұятын кездер болады. Ал мұндайда дәрігерге көрінген дұрыс, өйткені оған аурулар да әсер етіп жатқан болуы мүмкін. Мысалы, мойын аумағының остеохондрозы кезінде оң немесе сол саусақтар ұюы мүмкін. Қарақұс аумағындағы орталық жүйке ұлпалары қысылып қалса да, адам саусақтары да ұюы, оған қоса ауырсыну пайда болғанын сезінеді деп айтады. Бұған көбіне компьютермен жұмыс істейтіндер бейім. Сондықтан да олар жиі дене жаттығуларын жасап тұрулары керек. Полиневрология деген ауру бар. Оған ұшыраған адамдардың саусақтарындағы жүйке қосылыстары бүлінеді. Саусақтар ұйып, сосын оларға ине сұқылап жатқандай жыбырлайды. Бұл витаминдер жетіспеуінен, темір жетіспеушілігі анемиясынан, панкреатиттен, қан диабеті кезінде түрлі инфекциялық аурулардың кесірінен болуы да мүмкін. Сондай-ақ Лейно синдромы деген ауру кезінде де саусақтар ұйиды. Ол саусақтардағы ұсақ қан тамырлардың қан айналымы бұзылуынан пайда болады. Яғни, ұсақ капиллярлар мен артериялар бүлінеді. Екі қол саусақтары ұйып қана қоймай, ауырып мазаны алады. Күн суықта олар тез тоңады, ауруды тез жұқтырады. Мұндай ауруға ұшырамас үшін қолды мұздай суға көп батырмау керек. Ыдыс-аяқты, кірді жуғанда арнайы қолғап киген дұрыс. Ауруды асқындырмас үшін дәрігерге көріну керек. Қолдың жоғарғы жағындағы артерия тамырында тромб пайда болса да саусақтар ұйиды. Егер 1 сағат бойы тоқтамаса, онда дәрігерге тезірек көрінген жөн. Әйтпесе, жасуша ұлпаларында невроз пайда болуы мүмкін, ал мұның соңы қолды операциямен кесуге соқтыру қаупі бар. Мида тамыр түйілсе де тірек қимыл мүшелері ұйиды. Бұл инсульттың белгісі. Мұндайда көбіне бір қол ұйиды. Қан қысымы көтеріліп, басы қатты ауырады. Ондай жағдайды сезінген сәтте-ақ дәрігерге көріну керек. Аяқ-қол ұюы, ревматизм, түрлі жарақаттар алуы, буындар қабынуы, эндокриндік аурулар кезінде де байқалады. Сондықтан оның нақты себебін өз бетімен анықтау қиын. Ол үшін невропатологқа көріну керек. Аяқ-қолдың ұюы көп мөлшерде дәрі-дәрмек қабылдаған кезде де пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, алкогольді көп қабылдайтын адамдардың организмде дәрумендік тапшылығы пайда болады. Осының салдарынан да аяқ-қолдың ұю белгілері пайда болады. Шылым шегу. Никотин буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден бір улы зат. Сонымен қатар, жүйке жүйесін де бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысы әсіресе аяқ-қолдың ұюы сөзсіз. Сонымен қатар, аяқ-қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, табан, жіліншік жиі-жиі жансызданып тұрады. Қысқасы, қол-аяқ ұюының себептері көп. Ол қолайсыз жатып қалу, аз қимыл әсерінен болса, онда түрлі дене жаттығуларынан кейін-ақ басылады. Ал егер ол үнемі мазаласа, аса жайсыз әсер етсе, онда уақыт создырмай невропатологқа көрініп, түрлі тексерулерден өткен абзал. Дәрігердің тексерілуінен өтіп, қажетті емді алғаннан кейін, әрі қарай салауатты өмір салтын сақтап, қимыл қозғалысыңызды реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз, жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз, артық салмақтан арылыңыз. Дәрігерден тексеріліп, қажетті ем алудан қашпағыңыз. Саулығыңызды сақтасаңыз,
талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Бүгінгі сіздерге арналған шағын ақпаратым ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Және де каналыма тіркеліп жатқан әрбір оқырмандарым, сіздерге көп рахмет.